Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тригонометриялық функциялардың негізгі қасиеттері мен графиктері. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты білім алушыларға тригонометриялық функциялардың графигін салу арқылы қасиеттерімен таныстыру, есеп шығару барысында қолдана білуге үйрету. Ең алдымен синустың, косинустың және тангенстің шығу тарихына шолу айтып өтейін. Бізде синус латынның синус, иілу, қисықтық деген мағынаны білдіреді. Ал косинус сөзі латынның комплементный синус, яғни толықтаушы синус деген сөз тіркесінен қысқартылған түрі болып табылады. Тангенс бізде Абуль-Вафо деген араб математика 10 ғасырда енгізген болатын. Тангенс латынның тангер, жанасу деген сөзінен пайда болған. Ең бірінші синус x функциясын қарастыратын болсақ, функцияның анықталу обысы барлық нақты сандар жиыны болып табылады. Мәндер жиыны бізде -1 мен 1 аралығында болады. Функция периодты, ең кіші периоды 2 пиға тең. Функция тақ функция болып табылады. Яғни синус минус x болған кезде минус алдына шығады да минус синус x болады. Және y синус x функциясының графигін салу барысында біз әрқашан тригонометриялық кестені қолданамыз. Тригонометриялық кестені орналастырған кезде x-тің бойына радиандар мен градусты орналастырамыз. Енді бізде қарап отырғандарыңыздай синус x функциясының графигі суретте берілген. Бір сарынды өспелі бізде минус пи бөлінген 2 плюс пи 2 пиен кезінде және пи бөлінген 2 плюс 2 пиен аралығында бізде функциямыз бір сарынды өспелі. Және пи бөлінген 2 плюс 2 пиен 3 пи бөлінген 2 плюс 2 пи аралығында функциямыз өспелі болып табылады. Және функцияның атауы синусоида деп аталады. Келесі косинус x функциясын қарастырайық. Косинус x функциясы анықталу обысы барлық нақты сандар, мәндер жиыны -1-ден 1-ге дейін. Функция периодты, кіші периоды 2 пиге тең болып табылады. Функция бізде косинус x-іміз жұп болып табылады. Барлық 3 функцияның ішінде, 4 функцияның ішінде бізде косинус жұп функция болып табылады. Яғни косинус минус x кезінде оң таңбаны қабыл алады. Енді косинустың функциясының графигін сызатын болсақ, дәл синус сияқты кестені пайдаланамыз және көріп отырғандарыңыздай бізде 2 пиен және пи плюс 2 пиен аралығында функция бір сарында кемімелі, ал минус пи плюс 2 пиен және 2 пиен аралығында функция бізде өспелі болып табылады. Енді келесі тангенс функциясын қарастырайық. Тангенс функциясы бізде анықталу облысы x тең емес пи бөлінген 2 плюс пиенге тең, n тиісті z-ге. Мәндер жиыны барлық нақты сандар жиыны. Функция периодты болып табылады, кіші периоды пиға тең. Ал функциямыз бізде тақ, тангенс функциясы. Яғни тангенс минус x болған кезде минус алдына шығады да минус тангенс x-ға тең. Функцияның графигіне келетін болсақ, атауы тангенсоида деп аталады. Және бізде тангенс және котангенс функциялары бір-біріне көшу арқылы орналасады, яғни айна сияқты бір-біріне бейнелері көшіп орналасады екен. Өсу кему аралықтары функция әр аралықта өспелі және анықталу облысына әрқашан тәуелді болып табылады. Котангенс функциясын қарастырайық. Котангенс функциясында анықталу облысы x тең емес пи-ге, мәндер жиыны x, y тең барлық нақты сандарға, ал функция бізде периодты, ең кіші период пиға тең. Функция тақ болып табылады. Котангенс минус x кезінде минус алдына шығады да минус котангенс x-ға тең болып табылады. Енді бізде котангенс x функциясының графигін салайық. Графигі бізде сіздерде экрандарыңызда көрулі. Өсу кему аралықтары функция әр аралықта өспелі және анықталу облысына тәуелді болып табылады екен. Мысал келтірейік. Енді y тең синус x плюс 3 болған жағдайда бізде функцияның анықталу облысы барлық нақты сандар жиыны. Анықталу облысын тапқан кезде x-тің мәндеріне қарайсыздар. Функция бізде x-тің бойында орналасқандықтан барлық нақты сандар деп аламыз. Ал мәндер жиынына қарайтын болсақ, y-ге қараймыз. Бізде y тең синус x плюс 3 болғандықтан қызыл сызықпен берілген жолақ ол синустың функциясының графигі, ал көк жолақ ол бізде синус x плюс 3 функциясының графигі болып табылады. Яғни 3 жолақ жоғарғы қарай орналасады екен. Нүктелердің барлығын жоғары қарай орналастырамыз. Функцияның мәндер жиыны бізде 2-ден 4-ге дейін. Функция периодты, функциямыз тақ болып табылады. Ал енді келесі
екінші мысалымыз y тең синус x минус 3 кезінде бізде керісінше бағана жоғары қарай 3 бірлікке көтерілсе, енді 3 бірлікке төмен түседі екен. Яғни мәндер жиынымыз өзгереді. Мәндер жиыны минус 4-тен минус 2-ге дейін. Енді тригонометриялық функциялардың графиктерінің өмірде қолдануы көріп отырғандарыңыздай мамандықтарыңызға байланысты самолеттің ұшуы, қонуы кезінде және де жүру жолына байланысты бізде синус пен косинустың функциялары қабылданады екен, қолданылады. Биологияда адам жүрегінің соғуында, яғни синусоида осіне байланысты табылады. Одан кейін астрономияда күн жүйесінде бізде осы косинустың функциясына байланысты өзгеріп отырады графигіне. Физикада маятниктердің жүруіне, амплитудалық модуляция кезінде сигналдарда барлығында бізде осы тригонометриялық функциялар қолданады екен. Және әлемдік әсем ғимараттарының барлығында бізде синус пен косинус арқылы функцияларының графиктері арқылы жасалынған. Яғни Сингапурдағы мост синусоида екен, көріп отырсыздар. Дәл сондай Гауди Барселонада синусоиданың жаңағы графигіне байланысты жасалынған. Феликс Кандела ресторанында да дәл солай жасалынған екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Назар аударғандарыңызға үлкен рахмет.